Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Мынау жаздың жаз жалпағында, күннің шыжыған ыстығында, ай шіркін ай көлдің басына барса ғой деп күнде армандап жатамыз. Бірақ күнде көлдің басы бұйыра бермейді. Сол себепті мына желіде тұратындар көбінесе бассейн алып жатамыз. Өзімде бір бассейн алдым, бірақ енді ол бассейнді алғаннан кейін оның суын таза ұстау керек әрине. Оның қоспалары бар дегендей. Одан бөлек тағы да шаң тозаң, қоқым дегендер түседі. Сол себепті сол суды таза ұстау үшін оның жеке бөлек, одан бөлек бассейннен бөлек фильтрін аламыз. Ол фильтрінің өзі насосымен барлығымен бір 100 мыңның үстінде бірақ тұрады. Енді мен сіздерге бір арзан несін көрсетейін, енді қолжетімді. Міне менде жалпы 6 куб 7 кубтай су кеткен. Ұзындығы 4,50, ені 2,20, биіктігі 80 метрлік бассейн. Өзім қолдан жасап қойдым, мынандай фильтрующий насос. Ондай бар болғаны, мынандай насостар біразында бар шығар. Сол себепті егерде болатын болса, ақша шығындап қажеті жоқ фильтрға. Анандай жеке фильтр аласыздар да, шлангымен. Орын кез келген, мынадан сорып, мына жақтан жіберуге болады, мына жақтан сорып, мына жақтан жіберуге болады. Айырмашылығы жоқ. Мен қазір мына жақтан суды алып, судың бетіндегі қоқтықтарды алып, мына жағынан тазасын жіберіп жатыр. Сол себепті мынандай фильтрден өтеді. Қолдан жасап алуға болады барлығын. Көрдіңіздер ме? Сіздер де осылай жасап алсаңыздар болады. Жалпы 100-101 деңе мыңның фильтрін алудың қажеті жоқ. Мынау әрі кетсе бір қолдан алсаң да бір 20-30 мыңның маңайында алуға болады. Фильтр, моторды, насос, шлангы барлығы, анау барлығы қымбат емес. Максимум бір әрі кетсе бір 50 мың қымбатқа шықты дегеннің өзі солай шығады шығар деп ойлаймын. 100 мыңның үстінен фильтр алғаннан қарағанда. Ол бөлісейін дегенім осы. Қош сау болыңыздар. Керек болып жатса қолданыңыздар.